Ридерде қауіпсіз жол жедел профилактикалық шарасы аяқталып қалды. Жедел профилактикалық шарасын өткізу барысында полицейлер жүргізушілер мен жүргіншілер тарапынан жүздеген бұзушылықтарды анықтады. Уважаемые жители и гости города Ридер, в настоящее время продолжается проведение... Құрметті қала тұрғындары, жол қауіпсіздігін қамту мақсатында ағымдағы жылдың 8-нен 17 қарашасы аралығында республикалық қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өткізілуде. Шараны өткізу кезінде Ридер қаласының полиция қызметкерлерімен 560 әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталған. Олардың ішінде 4 жүргізуші көлікті алкогольдік маскүнемдік күйде жүргізген. 2 жүргізуші жүргізу құқығынан айырылып, көлік жүргізген фактілер. Жолдың тиіссіз бөлігінен өткен жүргіншілер жауапқа тартылды. Сонымен қоса, көлік жүргізушілерінен қыстың келуіне және күн райының бұзылуына байланысты көлік жүргізгенде аса мұқият болып, жол жүру ережелерін қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Қала сыртына аса бір қажеттіліксіз жолға шықпауларыңызға кеңес береміз. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыздар.